Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңіз астында. Мақсаты табиғат құбылыстары мен мекендерді салыстырып сипаттауды үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Под морем». Сегодня научимся сравнительно описывать природные явления и места. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер: терең, глубокий, сүңгуір, водолаз, теңіз түбі, дно моря, маржан это жемчуг. Балалар, жаңа сөздерді оқимыз, дәптерге жазамыз және сурет арқылы қайталаймыз. Терең, сүңгуір, теңіз түбі, маржан. Жақсы балалар. Ребята, еще раз прочитайте новые слова, запишите в тетради, затем выучите их. Келесі бірінші тапсырма: сөздерді дұрыс орналастыр. Ребята, в первом задании вам нужно правильно расположить эти слова в таблицу. Яғни кімне сұрағына жауап беретін сөздерді бірінші бағанға, қандай сұрағына жауап беретін сөздерді екінші бағанға және не істеді сұрағына жауап беретін сөздерді үшінші бағанға орналастырамыз. Тапсырманы ауызша орындап мұғалімге жібереміз. Ребята, задание устное, голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Келесі төртінші тапсырма: берілген сөздермен үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Составьте предложение в сравнительной степени с данными словами. Для этого давайте повторим с вами суффиксы сравнительной степени. Это у нас лау, лиу, дау, диу, тау, тиу. Және рақ, рек, ырақ, ірек. Енді мысалы, теңіздің асты құрлыққа қарағанда қызықтау. То есть дно моря интереснее, чем суша. Ребята, обратите внимание, данный суффикс мы добавляем к прилагательному. Енді келесі бесінші тапсырма: мәтінді мәнерлеп оқы. Ребята, давайте выразительно прочитаем текст. Бауыржан, сен не қарап отырсың? Мен сүңгуірлер туралы бейнефильм қарап отырмын. Теңіздің асты құрлыққа қарағанда әлдеқайда қызықтау. Былтыр жазғы демалыста сүңгуір спортшымен таныстым. Ол маған ұлудың сүйегін сыйлады. Қандай керемет! Мен теңіз туралы көп білемін. Теңіздің беті жылы болады. 200 метр тереңдікте де күннің жарығы түсіп тұрады. Бұл жерді жарық белдеу деп атайды. Одан әрі 1000 метрге төмен жерде бұлыңғыр белдеу басталады. Көп нәрсе анық көрінбейді. Одан әрі 4000 метр тереңдікте ортаңғы белдеумен салыстырғанда қараңғылау болады. Қараңғылау белдеу басталады. Ол жерге жарық мүлде түспейді. Одан әрі 6000 метрге тереңдесеңіз, теңіздің түбі жақын болады. Ол жер әрине теңіздің ортасына қарағанда суықтау. Балалар, диалогты тағы бір рет оқимыз, аудармасымен танысамыз және мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ребята, давайте попробуем ответить на данные вопросы по тексту. Бауыржан не қарап отыр? Что смотрит Бауыржан? Ол былтыр жазғы демалыста кіммен танысты? С кем он познакомился в прошлом году на отдыхе? Күннің жарығы неше метрге дейін түседі? До какой глубины светит луч солнца? Қай белдеуде көп нәрсе анық көрінбейді? В какой зоне моря становится мутно? Теңіздің түбі қандай болады? Какое дно моря? Ребята, на эти вопросы вы отвечаете письменно, то есть ответы записывайте в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.